алтыншы сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 6 Workbook Unit 2 Present Simple Questions Adverbs of Frequency тақырыбы бойынша берілген сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен танысып боламыз. Page 19, 19 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Яғни present simple осы жақты сұрау сөйлем құрастыру бойынша бірінші жаттығу орындаймыз. Және де adverbs of frequency дегеніміз жиілік істеулері, яғни always, never, usually, often, sometimes деген сөздерге байланысты жаттығулар орындайтын боламыз. Exercise 1. Complete the table with the words in the box. Жоғарыдағы сөздермен кестені толықтыр дейді. Бұл ережеге байланысты. Question сұрау сөйлем қалай жасалады және де сұрау сөйлемге қалай қысқа жауап беруге болады. Do, егер де I, you тұратын болса, біз do деген көмек жетістікті қолданатын боламыз. Do I or you work? Мен немесе сен жұмыс жасаймыз ба? Я дейтін болсақ, yes. I есімдігі тұрса, I мен жауап береміз. You есімдігі тұрса, you мен жауап береміз. Yes, I do, немесе yes, you do. Жоқ болса, no, I don't, no, you don't. Next, бізде енді he, she, it есімдіктермен does көмек жетістігін қолданамыз. Бас әріппен does деп жазасыздар. Does he, she, it work? Егер я дейтін болсақ, мына жерде қандай есімдік тұр сұрау сөйлемде? Соған байланысты есімдікті жазатын боласыздар. Yes, he, she, it does. Жоқ болса, no, he, she, it doesn't деп жазамыз. Next, енді we, you, they сөздерімен де көпше түрде біз do деген көмек жетістікті қолданамыз. Do, we, you, they work. Yes, we, you, they do. Жоқ болса, no, we, you, they don't деп жауап береміз. Сонымен, do мен басталған сұраққа do, don't деп жауап береміз. Егер does мен басталған сұраққа does, doesn't деп жауап беретін боламыз. Және де есімдіктерге қарауды ұмытпаңыздар. Next, exercise 2. Order the words to make questions. Яғни төмендегі берілген сөйлемдерден сұрау сөйлем құрастыруымыз қажет, ретімен қойып. For example, do you like your new school? Саған сенің жаңа мектебің ұнайды ма? Exercise 2. Do you live near the school? Сен мектепке жақын тұрасың ба? Do you speak English? Сен ағылшын тілінде сөйлейсің ба? Do you like animals? Саған жануарлар ұнайды ма? Does your friend like football? Сенің досыңа футбол ұнайды ма? Do your parents work? Сенің ата-анаң жұмыс жасайды ма? Does your teacher use a computer in class? Сенің мұғалімің сыныпта компьютер қолданады ма? Now, exercise 3. Cheryl Lane is a singer. Lane деген әнші. Write the interview questions. Яғни мынау сұрау сөйлеміне жақшадағы берілген сөздерді пайдаланып отырып, интервьюге арналған сұрақтар қарастыруымыз қажет. For example, where do you live? Сен қайда тұрасың? In London and Los Angeles. Лондонда және де Лос-Анджелес қаласында тұрамын дейді. The first question. Бірінші сұрау сөйлем. Do you prefer London or Angeles? Сен қайсысын таңдайсың дейді. Лондон ба, немесе Лос-Анджелес қаласын ба? I prefer London. Мен Лондон қаласын таңдаймын. The second question. What does your boyfriend do? Сенің дос жігіттің немен айналысады? He is a footballer. Ол футболист. The third. Does he like your music? Оған сенің музыкаң ұнайды ма? Yes, he is a big fan. Ол үлкен фанат. The fourth. How often do you work? Сен қаншалықты жиі жұмыс жасайсың? Every day. Күніге. The fifth. How do you and your band travel to concerts? Сен және де сенің тобың концерттерге қалай саяхаттайды? By coach or by plane? Немен? Пойызбен немесе ұшақпен? When do your friends come to your concerts? Сенің достарың концертіңе қашан келеді? When I play in London. Мен Лондонда ойнаған кезде достарым келеді дейді. Now, adverbs of frequency, жиілік сөйлеріне байланысты берілген жаттығулар. Write the sentences with the adverb of frequency in the correct position.
яғни now adverbs of frequency бар ғой, always, never, usually, always, often, always, sometimes деген сөздерді сөйлемде тиісті орнына қойылмас қажет. For example, he gets up before 6 o'clock. Яғни бізде always, яғни ол әрқашан сағат 6-та тұрады деп жазуымыз қажет. Егер де негізгі етістіктер бар ғой, мысалы get, go, help, set, do деген негізгі етістіктер тұрса, үстеулер сол етістікке дейін тұрады. Дейін қоямыз үстеудің алдына. He always gets up before 6 o'clock. Ол әрқашан сағат 6-ға дейін оянады. Енді келесі бізде go деген етістік тұр екен, сондықтан біз never сөзін go-дің алдына қоямыз. I never go to school on Sundays. Мен ешқашан жексенбі күндері мектепке бармаймын. Next, яғни бұл жерде a деген to be етістігі тұр. A деген to be етістігі тұрса, үстеу осы етістіктен кейін тұрады. Яғни to be етістігінен кейін қоямыз. Science fiction films are usually interesting. Ғылыми фантастикалық фильмдер әдетте қызықты. Next, help деген етістік тұр. Help деген негізгі етістікке дейін қоямыз. Сонымен түсінсеңіздер, to be етістігі болса, to be етістігі яғни әмиза ғой, сол to be етістігінен кейін тұрады осы үстеулер. Ал басқа етістіктерге дейін тұрады. I always help mom cook. Мен әрқашан анама тамақ пісіруге көмектесемін. You often set the table. Сен дастарханға жиі жаясың, яғни дастарханды жиі дайындайсың. My teacher is always friendly. Менің мұғалімім әрқашан досшыл, яғни to be етістігінен кейін қойып тұрмыз, байқадыңыздар ма? She sometimes does the ironing. Ол әрқашан ол кейде үтіктеумен айналысады. The fifth, write the questions, look at the words in board to help you choose the correct question word. Яғни сіздерге жай болым сөйлемдер берілген, бірақ жирен шрифт дейміз ғой, қарамен берілген сөздерге арнайы сұраулы сөз пайдаланып отырып, сұраулы сөйлем жасауымыз керек. Мысалы, where do they live? Олар қайда тұрады? They live in the north of England. Олар Англияның солтүстігінде тұрады. Next. Бізге таңдауға бірінші by bus деген, яғни сөз қарамен берілген. How do you travel to work? Сен жұмысыңа қалай барасың? I travel to work by bus. Мен автобуспен барамын. Next. Екінші бізде Spain. Where does she go in the summer? Ол жазда қайда барады? She goes to Spain in the summer. Ол жазда Испанияға барады. When do you help your grandparents? Сен ата-әжеңе қай уақытта көмектесесің? I help my grandparents at the weekend. Мен ата-әжеме демалыс күндері көмектесемін. The fourth, when do they get up? Олар қай уақытта оянады? They get up at 8:30. Олар сағат 7:30-да оянады. What does he like? Оған не ұнайды ол балаға? He likes science fiction books. Оған ғылыми фантастикалық кітаптар ұнайды. When do you do the shopping? Яғни сен қай уақытта дүкен аралайсың? I do the shopping every evening. Мен күніге кешке, яғни дүкен аралаймын дейді. Осымен біз 19 беттегі жаттығулардың жасалу жолымен таныстық. Келесі сабақ бізде Cosmopolitan City. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.